Қайырлы күн, құрметті достар. Сіздермен бірге Тарих мектебі каналы. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Және каналға тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сіздерге ұсынылатын тақырыбым теңге тұрмалғысы. Теңге жылда 15 қарашада аталып өтілетін мемлекеттік мереке. 1993 жылы 15 қарашада сонау Англияның төрінен Қазақстанға біздің ұлттық валютамыз теңге әкелінген болатын. Жалпы теңге сөзі қайдан пайда болады? Теңге сөзі адамзат пайда болғаннан бері айырбас көзі ретінде қолданылып келеді. Тек орта ғасырлар уақытында 14-15 ғасырларда тамға сөзі енгізіліп, ең алғашқы айырбастың атрибуты теңге ойлап табылды. Қазіргі айналымда жүрген теңге сөзі жалпы алтын орда кезеңіндегі танка сөзінің кейінгі аталуы теңге, теңга, динга, кейін орыс тілінде баламаланып, денге сөзіне ауысып кеткен. Теңге атауы орта ғасырлық сөздерден шыққан болатын болса, Қазақстанның ең ірі қалалары Отырар, Тараз қалаларында шеберханалар ашылып, осы ақша соғу дәстүрін жалғастырған болатын. Ал көне қалаларда тіпті 13 ғасырда соғылған деген дерек бар. Енді ойынымыздың барысында тіпті осы алтын ақшаларды немесе жауһарларды, інжу жібектерді де теңге барысында пайдаланғаны атап өтіледі. Қазіргі күнде қыз балалардың есіміне айналып кеткен осы атаулар негізгі бағасына қарай, пұлына қарай, материалына қарай айырбас көзі ретінде қолданылған. Ойынды бастамас бұрын ойынға 4 команда қатысады. Әр команданың құрамында 3 оқушыдан және баршамызға ортақ ұран, білім деген биік шың, бақытқа сені жеткізер. Білім деген ақылшың, қиындықтан өткізер деген негізде алынды. Ойынның шарты мынандай. Ойынның шарты әрбір дұрыс жауапқа 10 теңгеден ұсынылады. Яғни 20 сұраққа жауап беру арқылы оқушылар 200 теңге көлемінде ұпай жинау керек. Енді сұрақ, неге 10 теңге алынады? Әрбір дұрыс жауапқа 10 теңге берілудің себебі 1993 жылы теңгенің сыртында бейнеленген ұлы тұлғалар еді. Осылардың ішіндегі ең бір назар аударатын тұлға ол Шоқан Уәлиханов. Шоқан Уәлиханов қазақ қоғамының ішіндегі, қазақ балаларының ішінде ең бірінші Сібір кадетіне оқуға түсіп, бар жоғы 13 жасында кадет офицері атағын алған болатын. Семенов Тянь-Шанскиймен бірге адам аяғы баспаған Тянь-Шань таулары мен Құлжа даласына саяхат жасап, ең алғаш картографиялық жұмысты негіздеген. Тіпті Шоқан Уәлиханов Кеңес одағы үшін жасырын болып келген Құлжаға іздеге сапар жасап, ол жердегі тыңшыларға жалған атақ алып, Құлжа қаласын картаға түсіріп келген болатын. Сонымен қатар этнографиялық жұмыстарды терең зерттеп, қырғыздың Манас жырын қағаз бетіне түсіріп кеткен ең алғашқы этнограф. Шоқан Уәлиханов бар жоғы өзінің аз ғана ғұмыр уақыт аралығында Дала ханзадасы және Аққан жұлдыз деген атауларға ие болып кеткен алғашқы ғалым. Яғни қазіргі балаларға бірден бір үлгі тұтар тұлға осы Шоқан Уәлиханов еді. Ойынымыздың бірінші туры тест тап деп аталады. Бірінші сұрақ. Орта ғасырларда ұлы дала мәдениетінде айналымы өте жоғары деңгейде өркендеді. Оның дәлелі Ұлы Жібек жолы бойындағы қалаларда теңгелердің табылуы. Теңгелерді осы қалалардағы арнаулы шеберханаларда жасаған. Ойлану уақыты 1 минут. Қандай қалаларда? Келесі сұрақ. Мемлекеттік ақшалардың алаяқтардың шабуылына ұшырайтыны заңдылық.
Ақшаның түпнұсқасына ұқсас валюталар айналымға еніп кетсе, экономикада құлдырататыны айдан анық. Сол үшін ақша экономистері арнайы қатаң жаттығулардан өтеді. Қазақстан Республикасының валютасы теңгенің соншаға жуық құпия қорғанысы бар. Сұрақ: қанша? Ойлану уақыты 1 минут. Келесі 3-ші сұрақ. Осындай елдің ұлттық валютасын жасап шығарған Тимур Сүлейменов, Меңдібай Әлин, Ағымсалы Дүзелханов, Хайролла Ғабджалиловтар еді. Қандай елдің? Ойлану уақыты 1 минут. Келесі сұрақ. Ең алғашқы теңге партиясы Англияның ең көне әрі әйгілі осы фабрикасында басылып шықты. Сұрақ: қандай? Ойлану уақыты 1 минут. Келесі сұрақ. Ең алғашқы теңгелерді Қазақстан Республикасына толық жеткізу үшін пилоттар 1 аптаның ішінде Англияның астанасы Лондонға X рет ұшып барып қайтып келген. Сұрақ: қанша рет? Ойлану уақыты 1 минут. Уақыт кетті. Келесі сұрақ. Қазақстан Республикасы тәуелсіздікті енді алып, экономикасының тұрақсыздығына байланысты банкноттарды өзге елдерде шығаруына мәжбүр болды. 1993 жылы осында құрылысы басталған банкнот фабрикасы 1995 жылы толық аяқталды. Сұрақ: қайда? Ойлану уақыты 1 минут. Келесі сұрақ. 2007 жылы халықаралық валюта қауымдастығы осынша теңгені әлемдегі ең үздік банкнот деп таныды. Сұрақ: қай ақшаны? Ойлану уақыты 1 минут. Осы жерде командалар өз жауап парақтарын қарсылас командаларға беру арқылы әділдікті сақтай отырып, жауапты экран алдынан тексереді. Және қанша балл жинаса, сонша теңге ұсынылады. Ендеше экранда дұрыс жауаптар парағы. Қазақстанда ең алғашқы шеберханалар Түркістан Тараз қаласында ашылды. Қазақстан теңгесінің 16-ға жуық қорғаныс құпиясы бар. Тәуелсіз Қазақстан, Харрисон және оның ұлдары атты компанияда басылып шықты ақша. Лондоннан 18 рет ұшып әкелінді. Қазіргі теңге монетасының фабрикасы Алматы қаласында, құрылысы 95 жылы аяқталды. Және ең үздік банкнот деп 10 000 теңгені айтамыз. Екінші ойынымыз тауып көр деп аталады. Яғни суреттерде бейнеленген сұрақтарға жауап берілу керек. Ендеше, бірінші сұрақ: алдарыңызда берілген сурет қай теңгеде бейнеленген? 10 теңге. Келесі сұрақ: 20 теңгеде. Келесі сұрақ: 100 теңгеде. Даланың ерке жануары киік қай теңгеде бейнеленген? 20 теңгеде. Дұрыс. Міне құпия қорғаныста бейнеленіп тұр. Ақорда 1000 теңгеде бейнеленген. Тұлғаның атауы және ол қай теңгеде бейнеленген?
Дұрыс жауабы Құрманғазы 5 теңгеде. Әбу Насыр әл-Фараби қай теңгелерде бейнеленген? Бұл сұраққа неше дұрыс жауап берсе, сонша ұпай беріледі. Жақсы. 1 теңге, 200 теңге, 500 теңге, 2000 теңге және 5000 теңгеде бейнеленген. Үшінші тур. Халық айтса қалып айтпайды деп аталады. Яғни бұл ойында мақал мәтелдер сурет арқылы бейнеленген. Қай топ бірінші тапса, сол топқа жауап ұпайы беріледі. Дұрыс. 100 теңгең болғанша, 100 досың болсын. Келесі сұрақ. Дұрыс жауабы ақша қолдың кірі. Келесі сұрақ. Дұрыс жауабы ақша кетуге асығады, есеп ұстауға асығады. Келесі сұрақ. Дұрыс жауабы ақшасы бардың қолында сорпасы қайнайды. Келесі сұрақ. Жауабы ақшасы бардың қолы ойнайды, ақшасы жоқтың көзі ойнайды. Дұрыс жауап 1 теңге беріп сөйлете алмайсың, 1000 теңге беріп қойдыра алмайсың. Осымен ойынымыз аяқталады. Қай ұпайды көп жинаған топ сол жеңіске жетеді. Назарларыңызға рахмет.